Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Эльмира. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі жылдам дайындалатын круассан жасайтын боламыз. Видеоға лайк басып, соңына дейін көріңіздер. Алдымен біз сүтімізге қантты және де дрожжды қосамыз. Содан соң 5 қасық ұнымызды қосамыз. Қамырымызды жақсылап араластырамыз. Оның үстін пищевая пленкамен жауып, жылы духовкаға 1-2 минутқа қоямыз. Бізде осындай ашытқы пайда болу керек. Ашытқымызға 2 жұмыртқа қосамыз. Екіншісінің ақ қуызын алып қаламыз. Енді ерген сармайымызды құямыз. Ванилин қосамыз. Қант қосамыз. Және де тұз қосып, оны жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп отырып, қамырды илейміз. Илеп болған қамырымызға ұнды сеуіп, қайтадан илейміз. Енді қамырымызға сұйық майымызды қосып, оны қайтадан илейміз. Енді қамырымыздың бетін пищевая пленкамен немесе пакетпен жауып, жылы духовкаға жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді ұнымыз көтерілгеннен кейін оған ұн сеуіп, жабыспас үшін илеп аламыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 14 бөлік шықты. Енді қамырларымыз көтерілу үшін олардың бетін пакетпен жауып 15 минутқа қалдырамыз. Енді қамырымызды кезекпен видеода көрсетілгенше қылып жаямыз. Сіздер әртүрлі начинка қолдансаңыздар болады. Мысалға джем, варенье. Мен сгущенкамен істедім. Круассанды видеода көрсетілгенше қылып жасаймыз. Жұмыртқаның ақ қуызына сүтті қосып, круассандардың беттерін жағып шығамыз. Сіздер әртүрлі посыпка сепсеңіздер болады. Мен мысалға қантпен макты септім. Круассандарды духовкаға 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Менде осындай өте дәмді әрі әдемі круассандар шықты. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Достар, мен ингредиенттердің барлығын описаниеда қалдыратын боламын. Видеоға лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.